жаңадан келген көрермендер болса, айта кетейін, осы 2022 жылдың, осы өткен жылдың 9 август тамызда менің мамам өмірден кетті. Ол ұзақ ауырған, онда рак болды. Және одан кейін менде, білмеймін, желание болған жоқ ешқандай видео түсіруге. Сондықтан да мен солай жоғалып кеттім. Енді бүгін шамалы жиналып видео түсірейін дедім. Бірақ білмеймін қалай шығатын. Видео ұзақ түсірмегесін, шамалы қолың шығады ма, сондай. Енді в общем бүгін мен атай мукбанг түсіргім келіп отыр. Сіздерге бұрыннан бері осылай обещать етіп жүргенмін, клубника в шоколаде. Мынаны кеше күйеуім маған сыйлады. Микрофонды кішкене алдыға қарай қояйын. Кеше 14 ақпан, день влюбленных ғашықтар күні. Және клубникадан басқа ол тағы маған бір сыйлық жасады. Косметика. Қандай косметика екенін айтпаймын пока. Бірақ мен солған не түсіргім келіп отыр. Unpacking ба, енді сондай ашып көрсетіп, әлі ашпай әдейі солай күтіп жүрмін видео түсіру үшін. Сіздерге кішкене спойлер жасап отырмын. Келесі видео мүмкін соны ашамын, сол косметиканы. Кішкене ысырылып кетті мен былайынан. Былай ашылды екен. В общем, бүгін кішкене мүмкін жаңалықтарды айтармын. Жеп отырып. Жалпы не болған осы уақыт бойы? Кешірім сұраймын. В общем. Осындай, короче. Так. Қатты шытырламаған сияқты. Қатты дыбыстар болса кешірім сұраймын. Так, в общем, мынау кішкене не істеп кетті. Бұны кеше алып келген. И мен кеше түнде түсірем дедім да, одан балалар кеш жатып, мен де ұйықтап қалдым. И қазір енді түсте, пока ұлым ұйықтап жатқанда видео түсіріп жатырмын. Мынандай, ақ шоколад. Кешірім сұраймын. Мен осылай тамақты иіскеймін, қанша маған айтса да иіскеме болмайды, иіскеуге деп. В принципе, тамда мен қорқамын. Кейбір клубникалар болады ғой, дәмсіз, жай ғана су сияқты.
болды, иә. Айтам деп едім ғой. Байқаған шығарсыздар, шашымды боядым. Қазір осындай, бұдан да ақ түске бояғым келіп жүр. Енді блондинка болып, в общем, көреміз пока осылайынан. Осындай светлее солай бояп. Өйткені менде ақ шаштар көп та. В общем, осылай түрім қазір. Шашым также қысқа. Анандай розовый шоколад. Инадай домалақты. Қолым дірілдеп. Су ағып кетті. Кішкене асығыстауым жиналып, солайынан тез түсіріп отырмын да, бір жағынан қорқып ұлым оянып кетпесе екен. Клубниканың суы кішкене. Мүмкін бір күн тұрғасын солай ма? Бұны лучше сразу алып, сразу сол күні жеген тұрса. Асығып жиналғаннан салфетка да алмап. В общем, 7 ақпан менің туған күнім болды. Естеріңізде шығар мүмкін. Және 7 ақпан еще менің мамамның туған күні. Екеуміздің туған күніміз бір күнде. И мен бұл жолы туған күнімді онша тойлағым келген жоқ. Обычно үйге достар келетін, күйеуімнің жаңағы ата-анасы, сестрасы. Бұл жолы енді бірінші туған күн ғой, мамасыз. И мен тойлағым келген жоқ та, біз Астанаға кетіп қалдық. Сол 4 ақпанда ұшып Астанаға мен и қызым, менің балам, ұлым, үшеуміз, күйеуім қалды, өйткені онда жұмыс тұғын. И солай бір апта сонда болдық. 7 ақпанды сол жақта қарсы алып, Құран оқытып, үйге кішігірім сол дастархан жасап, жамал туысқандар келді сол жақтағы. Таңертең маманың бейітіне барып қайттық, Құран оқытып. В общем, солай туған күнімді қарсы алдым. Мынау қолым дірілдеп. Розовый шоколад, инадай ақ, де Рафаэлло сияқты кокос. В общем, солай. Тағы не бізде? Кокос түсім. Еще біз мысық алдық. Қызым жылап, мысық алам деп. И в общем, күйеуім сатып алды. Британский, по-моему, породасы. Сүйкімді енді. Мүмкін келесі. Мына жерде жатыр. Мүмкін келесі видеода түсірермін. Еще сол. Біз Астанада болғанда қызым ветрянкамен ауырып қалды ғой.
кішкентай кезінде оңай ауырасың да, ал уже өскен сайын ол қиынырақ деп. Сондықтан да лучше сол кішкентай кезде ауырып кеткен жақсы екен да. Енді күтіп жүрмін, ұлым ауыра ма деп, білмеймін. Ұлым әлі кішкентай, 1 жарымда. Мынадай ақ тоже. Мына жақта ше. Жалпы қандай молочный шоколадпен бар, клубника, бірақ олар кішкене еріп кетіпті да. Қараңыздар, жалкая суы шығып. Неге именно осы шоколад ерген, ана ақ шоколадтар ермеген? Мынаны жеп көрейін. Мынандай молочный қара шоколад. Кішкене бұзылған сияқты ма? Дәмі жаман. Лучше мынаны жіберейін. Қазір су жіберейін. Кешірім сұрайын. Бұндай клубника болады деп ойламадым. Айтып тұрмын ғой кеше. Әкелгенде нормально болған, бәрі күшті. Қазір уже 1 күн ғана тұрып. Мыналар нормально, қатты шоколадтары. И клубникасы да дәмді. Мен еще кольцевая лампа алғанмын. Мүмкін көзімнен байқап отқан шығарсыздар. Көзім домалақ, жарық. И бұл ешандай RGB түрлі түсті болады. Менде жалпы бар тұғын лампа. Софтбокс үлкен 2. Бірақ білмеймін, бұрыннан бері кольцевой алғым келіп жүрді лампа. И бір жағынан да видео түсіру үшін бір стимул болу үшін ба осы лампаны заказ бердім. Енді заказ бергесін босқа заказ бермей, енді видео түсіру керек қой. Сондықтан да уже біраз болды. Енді Астанаға кетердің алдында заказ бергенмін бұны.
влюбленных. Как раз на жерде тұр екен столда. Веб-камера. Әрине бұны маған да қолдануға болады, егер де мен стрим жасайтын болсам, бірақ білмеймін қазір стрим. Пока уақыт жоқ. Осындай веб-камера күйеуім сұраған. Ол енді геймер ғой, сондай өз-өзін түсіргісі келіп жүр, ойнап отырған. Так, мына жерде көбісі мынадай шоколадта, ой, клубника. Ал бұлар жаңа мен жеп көрдім ғой, қорқып отырмын, еріген. Бұларды енді видео біткесін жермін. Қазір мынадай тағы жеп көрейін ба. Соңғы осындай үлкен клубникалардың, соңғы емес, еще мынадай бар. Бірақ маған мынау кокос ұнамайды, шын айтсам. Рафаэлланы да мен онша жақсы көремін, кокостары еще тісінің арасында отырып қалады. Мынаны жеп көрейік, мынаны да су ағып. Бүгінгі видео не болса да сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі видео енді сол косметиканы ашып түсіргім келіп отыр. Егер де қазір ұлым оянбай сол ұйықтаса, қазір түсіріп көрем. Бірақ оны кейін салам каналға. Жалпы осылай сіздердің комментарийлеріңізді күтемін. Жалпы видео туралы, білмеймін, мен өмірім туралы не жазғыларыңыз келеді, жаза беріңіздер. Және мүмкін мен тағы сіздердің комментарийлеріңізді оқып видео түсіремін. Өйткені алдыңғы соңғы видеода меніңше біраз комментарийлер болды. Мен жоғалып кеткесін көбісі үшіп жазып жүрген. Қайдасыз? Енді білмеймін. Мен шын айтсам, видео түсірмеген кезде и комментарийде оқымадым. Сондықтан да ренжімеңіздер енді. Мүлдем каналымды осылайынан тастап кеттім енді. Қазір енді қолға алдым деген үміттемін. Все, қазір видео и так ұзақ болып кетеді. Барлықтарыңызды құшақтадым. Беттеріңізден сүйдім.